Kayırlı geç bolsun жигиттер. Кайрылуу кеш. Кылынан Исхак. Жакшы. Мына сен мен біраз тыңдап жүрмін да, негізі ана кішкене бұл енді ақылдысың, я дұрыс бәрін түсінесің. Жалпы сен өз sevіп жүрген тірлігің кітапқа байланысты негізі ше. Мына кітап, мен айта кетейін, Құран кітап қой. Ол негізі жалпы зайырлы, оны түсінген адамға. Өте зайырлы нәрсе негізі. Құран кітап па? Иә, сен мысалы айтып жүрсің ғой, мысалы. Олай өтірік алдау деген енді бұл өте ауыр өтіріктер кетіп жатыр бұл жерде. Жоқ, ауыр түгілер жоқ. Мен саған қазір айтайын. Зайырлылық деген, тоқта, зайырлылық деген барлық діндерге тең құқық беру. Ислам барлық діндерге тең құқық бере ме? Ислам барлық діндермен тең ба? Енді қазір түсіндіріп берейін енді осы мәселені, жақсы ма? Сразу осы жерден бастайсыз. Иә, неге десең, мен саған айтайын, мына мысалы оны неге түсінбейді? Мына көбінесе бәрі Құран кітапты шыны керек, ол ақиқат сырып тастап хадисқа қатты көңіл аударып кеткен. Хадис деген сөз негізі. Чисто Құран туралы ол сен сұрамаған нәрсені айтпашы, өтініш. Мен саған чисто Құран бойынша айтып тұрмын. Чисто Құран мәтіндері бойынша ислам басқа діндермен тең ба, жоқ артық па? Басқа діндермен тең негізі. Тең болғанда ол жаратушы жалпы негізі көбісі түсінбейді. Көбісі біздің мысалы ислам деген дінді көбісі мына хадис арқылы түсінеді де көбінесе. Хадис туралы айтпашы маған, хадис туралы өтініш, мәке, хадис туралы айтпашы. Түсініп тұрмын, хадиске дайындалып келгенді, ол хадиске дайындалып келгенді түсініп тұрмын. Оны айтпай ақ қойшы хадис туралы. Мен нақты айтып тұрмын. Құран мәтіндерімен айт маған. Құран мәтіндері бойынша ислам мен басқа діндер тең ба? Сен тең дедің, айтты қай жерде жазылған. Ол өтірік сөз себебі. Ислам басқа діндерден жоғары. Жоқ, ондай. Ислам жалғыз дұрыс, басқалары қате ислам бойынша, Құран бойынша. Мен саған айтайын, дін деген сөздің аудармасын білесің өзің негізі жалпы. Құраннан айтшы, Құраннан. Енді қандай сөз бар Құранда? Инна динна алла ислам деген сөз бар. Оны аударсаң сен қалай аударасың? Не деген сөз ол? Дін деген сөз жалпы ол міндет деген сөз. Міндет, парыз жаңағы. Ислам деген сөз аударсақ, ол негізі бойұсыну жаңағы сондай мағынаны білдіреді. Құранда Алланың алдында қабыл болатын жалғыз дін ислам деген аят бар ма, жоқ па? Негізі мен саған соны айтып отырмын ғой, оны дұрыс емес аударған жалпы. Негізі ол жерде дұрыс аударым әр пенденің бұл тіршілік иесінің міндеті жаратушыға бойұсыну, болды, солай аударылу керек ол негізі. Ол жерде ислам, христиан деп ол жерде бөлінбейді бұл. Мен саған соны айтайын. Демек ширк деген нәрсе жоқ дейсің ғой Құран бойынша? Сол ғой, әр тіршілік иесінің пенденің міндеті жаратушыға бойұсыну, болды. Ол жерде сен ана жаңағы Құран аяттары бойынша, жоқ, Құран аяттары бойынша, әр адам өзі жүрегіне жаратушы қондырады. Құран аяттары бойынша онда ширк жоқ болады ғой сенің көзқарасың бойынша. Ширк деген күнә жоқ па онда Құран бойынша? Ол болғанда жалпы, саған айтайын, жалпы ол жерде көп нәрсені ойлап тапқан адамдар ғой негізі өте. Құранға қатысты әңгімеден ауытқымай айтайық. Құранға қатысты Құранның ішінде ширк деген күнә. Ой бә, мынау. Мен қатып отырмын ба, сен қатып отырсың ба? Мен саған айтайын дегенім, мен сенімен мынандай бір дебат не емес. Жалпы сен жаңа айтқан сөздерің жаңа 30 аят бойынша, сүре бойынша, 37 сүре бойынша ол жерде жаңағы сен айтып жүрсің ғой. Мысалы жаңағы ағасының ұлының әйеліне үйленді деген ондай нәрсе жоқ Құранда, мен саған айтайын дегенім. Естіп атсың ба мен даусымда? Міне қазір естіліп тұрсың, мен сен айтып жүрген нәрсені түсін. Тоқташы енді, мен сұрағымды әлі жеткізе алмадым мына жерде. Ширк деген күнә бар ма Құранда, жоқ па? Дауысы ой, блин.
Естілмеді. Қойыш бұл пинг 200 болып отыр. Мына жерде бір сөз айтып біткенше